Сәлеметсіңдер ме? Менің көрермендерім. Бүгін замякулькасты қалай жапырақтан, сабағынан көбейту керек, соны көрсетемін. Мынау мен наурыздың 14 күні замякулькасты жапырағынан, сабағынан кесіп, тек қана құмға отырғыздым. Жапырақтарын, сабақтарын. Сабағын суға салдым. Құмға тек қана пеноплексtan кішкене қосып, соны араластырып отырғыздым замякулькастың жапырағын. Енді мынау 1,5 айдағы результаты. Тамырларын байқасаңыздар, тамырлары көрініп тұр. Мінекей тамырлары көрініп тұр. Және де картошкасында салған сияқты. 1,5 ай өткендегі результаты. Құм кепкен кезде ғана сәл-сәл суды құйып отырдым. Көп су құйған жоқпын. Енді сіздерге 1,5 айдан кейін емес, мынау 3 айдан асқан кездегі нәтижесін көрсетейін деп отырмын. Өздеріңіз көргендей, мінекей тамыры әдемі керемет шыққан, және картошкасы да әдемі аппақ. Және үлкен. Бұл 3 айдан асқандағы нәтижесі. Замякулькастың сабақтарын кесіп, осы құмға отырғызғанмын. Құмның арасындағы ана аппақ болып көрініп тұрғандар, олар пеноплекс. Мына тамырлары қандай әдемі. Картошкасы аппақ болып тұр. Ешқандай шірімеген. Мынау 3 жапырағынан отырғызғаным алынбады. Сөйтсем, картошкасы өте үлкен болып, әдемі болып өскен екен. Мынау стаканға сыймай тұрды. Енді мынау жапырақтарды осы құмға отырғызғанмын. Бұлардың да тамырлары жақсы. Картошкасы да үлкен. Екі жапырақты бір стаканға отырғызғанмын. Мені көріп тұрсыздар, тамырлары да шірімеген, картошкасы да аппақ, әдемі. Сіздер де осылай отырғызсаңыздар болады. Нәтижесін көріп отырсыздар. Стакан алдым. Түбін тестім. Артық су, егерден артық су құйып жіберсеңіздер, сол тесіктен ағатын болады. Мен теравит топырағын алдым, цветочный деген. Дүкендерде сатылады. Ішінде перлиті бар. Осыны жаңағы замякулькастан шыққан құммен араластырамын.
мынау әппақ болып жүрген осы перлит. Құм мен осы топырақты, цветочный топырақты араластырамын. Сөйтіп осы топыраққа отырғызамын замиокулькасты. Шағын стакан алдым. Өйткені тамырлары осы стаканға шақ болып тұр. Бұдан үлкен ыдысқа отырғызудың қажеті жоқ. Астына кішкене топырақ салып, соның үстіне отырғыздым. Айналасын топырақпен жауып, осылай отырғызасыздар. Түбінде ауа қалып қалмасын. Мынау ең үлкен картошкасы бар замиокулькасы. Бұны да солай отырғызамыз. Стаканның түбіне кішкене топырақ салып, содан айналдыра топырақты салып, шлейк картошканың үстіне көп топырақ салмаймыз, қатты терең отырғызбаймыз топыраққа замиокулькасты. Замиокулькас деп те атайды, доллар гүлі деп те атайды. Бұл доллар гүлі суды көп қажет етпейді. Суды көп құя берсеңіздер, тамыры мен картошкасы шіріп кетеді. Сол үшін суды аздан құю керек. Мен әзірше енді стаканға отырғызып жатырмын, тамыры соған сәйкес келіп жатыр. Мынау міне сабағы. Бұны да мен банкіге суға салып қойғам. Судан тамыр шығарды. Енді жапырағын отырғызып жатырмын. Оны да солай терең отырғызбайсыздар. Терең отырғызсаңыздар, сабақ шығармай қояды. Мынау екі жапырақты бірге отырғызып жатырмын. Бір стаканға. Оны да сіздермен ары қарай қандай нәтиже беретінін сіздермен бірге бақылайтын боламыз. Міне барлық замиокулькасты стакандарға отырғызып болдым. Енді аздап су құямын. Өйткені бұның алдында стакандардан шығаратын кезде мен оңай шықсын деп су құйған болатынмын. Сол себептен көп су құймаймын. Аз ғана құям. Одан кейінгі күтімі әбден құрғаған кезде ғана су құятын боламын. Әйтпесе ол тамырын, картошкасын шірітіп жіберуі мүмкін. Егер де менің видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыз.